Сәулет өнерінің ғажайыптары. Қытайдағы Ұлы Қытай қорғанына жыл сайын миллиондаған саяхатшы келеді. Колизей – әлемдегі ең үлкен амфитеатр. Мачу-Пикчу – оңтүстік Америкадағы көне қала. Петра – Иордания қаласындағы биік жартас. Ал Үндістандағы Тәж-Махал кесенесі сұлулықтың символы. Мексикада Чичен-Итса аталатын ескі көне қала бар. Дана, не іздеп отырсың? Алан, бізге апай үйде әлемнің 7 кереметі туралы ақпарат жинап келу керек екенін айтты. Ал мен болсам, мына кітаптардан әлемнің 7 кереметі туралы ештеңе таппай отырмын. О, қызық тақырып екен. Мен бұл туралы бұрын естігенмін. Маған көмектесесің бе? Мен көп білмеймін. Бірақ бізге кім көмектесе алатынын білемін. Зияттан сұрайық. Сәлем, Зият. Бізге әлемнің 7 кереметі туралы мәлімет керек. Сәлем, достар. Әлемнің 7 кереметі. Мысыр пирамидалары перғауындарының мазарлары болған. Бабылдың аспалы бағы Вавилонда орналасқан. Эфестегі Артемида ғимараты ертедегі ең үлкен ғибадатхана. Олимпиядағы Зевстің мүсіні алтын мен пілдің сүйегінен жасалған. Родос алыбы күн құдайы болып есептелген. Александрия шамшырағы өте ерте заманда салынған. Галикарнастағы мавзолейді Мавсол патша тұрғызған. Міне, осы жәдігерлер әлемнің көне 7 кереметі болып есептеледі. Қандай тамаша ескерткіштер? Сонда бұлардың салынуы ерекше ме? Ол ғана емес, бұлардың сан мың жылдық тарихы бар. Кейбіреуінің құрылысы әлі күнге дейін жұмбақ. Рахмет саған, Зият. Мен қазір-ақ үй тапсырмасын орындап тастаймын. Ай мектеп. Қандай әдемі үй. Дана, әдемі екендігі рас. Ал үй дегенің қате болады. Неге? Себебі бұл Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Бұл сәулет өнерінің үлкен ескерткіші. Сәулет өнері деген не? Сәулет өнері дегеніміз адамның өмірі мен тұрмысына немесе қызметіне қажетті ғимараттар салу өнері. Түсінікті. Ал не себепті ескерткіш деп атадыңыз? Себебі бұл ғимараттың зор тарихи және мәдени маңызы бар. Оны 1389-1399 жылдары атақты жиһангер Әмір Темір салғызған.
бұл кесененің салынғанына 600 жылдан астам уақыт болған екен ғой. Иә. Бұл ғимарат мыңдаған адамдардың еңбегімен мықты материалдардан тұрғызылған. Соның арқасында бағзы замандардан сақталып, енді міне ескерткішке айналды. Сонда Қожа Ахмет Яссауи кесенесі әлемдегі ең ежелгі ескерткіш пе? Жоқ, Дана, бұл кесенеден де ерте салынған ескерткіштер бар. Мысалы, Мысыр пирамидаларын білесің ғой? Иә, пирамидалар перғауындардың құрметіне тұрғызылған. Перғауындар қайтыс болғанда осы пирамидаларға жерлейтін болған. Дұрыс, пирамидалар жайлы біледі екенсің. Алан аға, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен пирамиданы салыстырсақ, қайсысы үлкен болады? Пирамидалардың биіктігі әрқалай. Пирамидалардың ішінде ең үлкені Хеопс пирамидасы. Оның биіктігі 146 метр, ал Яссауи кешенінің биіктігі 38 метр. Жарайды. Бірақ біздің кесене әдемі. Дұрыс айтасың. Мешіт күмбезіне қараш, оюлары қандай тамаша, түсі қандай қанық. Бұл Орта Азиядағы ең үлкен күмбез. Мұнда мешіт, медресе, кітапхана, хан сарайы, салтанат залы, кесене, тағы басқа 30 шақты бөлмелер бар. Сондықтан да кешен деп аталған. Сіз бұл кешенді Әмір Темір салғызған дедіңіз ғой. Ал не себепті ол бұл ғажайып ғимаратты өз атымен атамаған? Әмір Темір бұл кесенені ұлы ойшыл әрі ақын Қожа Ахмет Яссауидің құрметіне тұрғызған. Сол кісінің атымен атаған. Қожа Ахмет бабамыз осы жерге жерленген. Кесене деп аталатыны да сондықтан. Түсінікті. Сонда сәулет ескерткіштері көбіне кесене ретінде салынады екен ғой. Жоқ, Дана. Әлемде сәулет өнерінің ескерткіштері болып табылатын әсем ғимараттар көп. Олардың ішінде кітапханалар, мешіттер, кесенелер, салтанатты сарайлар, театрлар, қамалдар, храмдар, мұнаралар бар. Мысалы, Римде біздің дәуірімізге дейінгі 1-ші ғасырда салынған Колизей театры бар. Колизей театр деген сөз бе? Колизей зор, алып деген мағынаны білдіреді. Бұл 4 қабаттан тұратын, оның үшеуі бағандармен безендірілген әдемі ғимарат. Оның аренасында түрлі жабайы аңдар, гладиаторлар жекпе-жегі көрсетілетін болған. Қызық екен. Римдіктер Колизейді қатты бағалайтын шығар. Әрине, сәулет өнерінің ескерткіштері өздері тұрған елдің қаланың символындай болады ғой. Мысалы, Париж десе, адамдардың көз алдына Эйфель мұнарасы, Мәскеу десе, Кремль, Астана десе, Бәйтерек ойға оралады. Түркістан десе, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ойға оралады. Дұрыс. Жүр, ішін аралап көрелік. Қайталайық. Сәулет ескерткіштері. Сәулет өнері дегеніміз адамның өмірі мен тұрмыс қызметіне қажетті ғимараттар салу өнері. Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін Әмір Темір өз бұйрығымен 1389-1399 жылдары ұлы ойшыл әрі ақын Қожа Ахмет Яссауидің құрметіне тұрғызған. Кешен ішінде мешіт, медресе, кітапхана,
хан сарайы, салтанат залы, кесене, тағы басқа 30 шақты бөлмелер бар. Египеттегі пирамидалар перғауындардың құрметіне тұрғызылған. Перғауындар қайтыс болғанда осы пирамидаларға жерлейтін болған. Пирамидалардың ішінде ең үлкені Хеопс пирамидасы. Оның биіктігі 146 метр болады. Әлемде сәулет өнерінің ескерткіштері болып табылатын әсем ғимараттар көп. Олардың ішінде кітапханалар, мешіттер, кесенелер, салтанатты сарайлар, театрлар, қамалдар, храмдар, мұнаралар бар. Рим қаласында біздің дәуірімізге дейінгі 1 ғасырда салынған Колизей театры бар. Ол 4 қабаттан тұрады. Оның 3-і бағандармен безендірілген. Оның аренасында түрлі жабайы аңдар, гладиаторлар жекпе-жегі көрсетілетін болған. Сәулет өнерінің ескерткіштері өздері тұрған елдің, қаланың символындай болады. Париж Эйфель мұнарасымен, Мәскеу Кремлімен, Астана бәйтерегімен танымал.